Сәлем достар. Бүгінгі видеода сіздермен бірге 2026 жылы ең сұраныста болатын 10 бағдарламалау тілі туралы сөйлесеміз. Әлем тез өзгеріп келеді. Жаңа технологиялар пайда болуда, ал компаниялар өз бизнесін цифрландыру үшін жаңа мамандар іздейді. Егер қай тілді үйренсем, қай бағытта ақша көп деген сұрақ мазалап жүрсе, бұл видео дәл сізге арналған. Арқаңызды кеңге салып, ыңғайлы отырып алыңыз, ал біз болсақ технология әлеміне бір сүңгіп шығайық. 10 орын Swift. Apple экожүйесі жыл сайын өсіп келе жатыр. iPhone, iPad, Mac, Apple Vision, Apple TV бәріне қосымша керек. 2026 жылы Swift мамандарына сұраныс бұрынғыдан да жоғары болады, себебі Vision'ның жаңа нарық ашып жатыр. iOS 18 жүйелері үшін мен интеграцияланған қосымшалар қажет, ал стартаптар ең алдымен Apple қолданушыларын мақсат етеді. Swift үйрену салыстырмалы түрде жеңіл. Егер мобильді қосымшалар жасағың келсе, керемет таңдау. 9 орын тізгін. Microsoft экожүйесінің жүрегі. Бұл тіл 2026 жылы сұраныста болатынына бірнеше себеп бар. Unity ойын қозғалтқышы әлемдегі бір ойын платформаларының бірі, ал NET арқылы веб-сервистер, API, корпоративті жасалады. Microsoft Kapala және Azure экожүйесі кеңейіп жатыр. Ойын жасағысы келетіндер үшін таптырмас бағыт. 8 орын Go. Google жасаған тілі соңғы жылдары сервер, микросервис және жоғары жүктемелі жүйелерде таңғажайып нәтиже көрсетіп келеді. 2026 жылы оны қажет ететін салалар қаржы технологиялары, қауіпсіздік сервистері, үлкен серверлік жүйелер және DevOps автоматизациясы. Go-ның басты артықшылығы жылдамдығы мен қарапайым синтаксисі. Бұл оны өте тиімді етеді. 7 орын Kotlin. Kotlin Android әлемінің паршасы. Google ресми түрде Android-тың негізгі тілі ретінде Kotlin'ді қолдайды. 2026 жылы трендтер, интеграцияланған Android қосымшалары, Super Apps, Smart Home және қосымшалар, сондай-ақ Android Automotive үшін қосымшалар. Android әзірлеушілерінің жалақысы әлем бойынша өсіп жатыр. Бұл Kotlin мамандары үшін үлкен мүмкіндік. 6 орын TypeScript. JavaScript ұзақ жылдар бойы вебтің негізі болып келді. Ал TypeScript оның жетілдірілген нұсқасы. Неге 2026 жылы ол үздіктер қатарында? Стартаптар Rig, Next, Vue, Angular бәрінде TypeScript қолданады. Үлкен компаниялар JavaScript-тен толығымен TypeScript-ке өтіп жатыр. Қателер азайып, код сапасы жоғарылайды. 2026 жылы TypeScript веб әлемінің басты тілі болады. Бұл оның маңыздылығын көрсетеді. 5 орын ешқашан ескермейді. Себебі ол қажет болатын салалар көп. Unreal Engine 5 ойындары, кванттық компьютерлерге арналған алғашқы кітапханалар, робототехника және дрондар, жасанды интеллекттің төмен деңгейлі оптимизациясы, операциялық жүйелер мен драйверлер. Үйрену қиын, бірақ ең жоғарғы жалақыда осы салада. Бұл тілді меңгеру көп еңбекті талап етеді. 4 орын Skill. Skill классика. Бірақ 2026 жылы дерекқорлар бұрынғыдан да маңызды болады. Неліктен? Жүйелеріне үлкен көлемдегі таза, құрылымдалған мәлімет қажет, ал компаниялардың 99% дерекқорсыз жұмыс істей алмайды. Big Data және Data Analytics дамып жатыр. Skill деректермен жұмыс істейтін әр маманға міндетті құрал. 3 орын Java. 30 жылдан аса тарихы бар, бірақ әлі де супер сұраныста. 2026 трендтері. Банктік жүйелердің 70% Java-мен жұмыс істейді. Enterprise жүйелер Java-сыз істемейді. Android-тың backend бөлігі жиі Java арқылы жазылады, ал Spring Framework әлемдегі бір backend технологияларының бірі. Java тұрақты, сенімді, ұзақ мерзімді карьера үшін тамаша таңдау. Бұл тіл сізге тұрақтылық береді. 2 орын JavaScript. Веб ешқашан тоқтамайды. Әлеуметтік желілер, маркетинг, онлайн дүкендер бәрі JavaScript-ке сүйенеді. 2026 жылы жез қолданылатын салалар front-end, back-end, мобильді қосымшалар, десктоп қосымшалар, web, VR. Әлемдегі ең көп қолданылатын тіл дәл осы JavaScript. Оның кең таралуы оны сұраныста ұстайды. 1 орын Python. 2026 жылдың королі Python. Өйткені ол барлық салаларға қажет.
жасанды интеллект, машиналық оқыту, аналитика, стартаптар, автоматизация, бэкенд, cybersecurity, ғылыми зерттеулер. Чекпеден бастап Тесланың автопилотына дейін бәрінде Pythonның ізі бар. Оған қоса үйрену өте жеңіл. Сол үшін Python 2026 жылы да бір тіл болып қалады. Оның әмбебаптығы оны ерекше етеді. Қорытынды 2026 жылға қарай технологиялар қарқынды дамиды. Робототехника, ғарыш технологиялары, зооинформатика бәрі бағдарламалаушыларды қажет етеді. Егер қай тілді таңдауды білмесең, мобильді қосымша Swift немесе Kotlin, веб JavaScript, TypeScript, жасанды интеллект Python, ойын немесе үлкен жүйелер Go немесе Java, деректер SQL. Ең маңыздысы бір тілді терең меңгеру, ал одан кейін қалғандарын үйрену жеңіл болады. Достар, егер осындай мазмұн ұнаса, лайк басып, каналға жазылып қойыңыздар. Келесі видеоларда тағы да пайдалы тақырыптарын талқылаймыз. Келесі кездескенше. Білім жолы ең мықты инвестиция.